Ораза кімдерге парыз? Оразаның парыз болуының шарттары мыналар. 1. Мұсылман болу. 2. Ақыл есі дұрыс болу. 3. Балиғатқа жеткен болу. Балиғат жасына жеткен ақыл есі дұрыс әрбір мұсылман ер әйелге Рамазан айында ораза ұстау парыз. Бұл Алла тағаланың әмірі. Жас балаларға ораза ұстау парыз емес. Бірақ зиян келтірмейтіндей түрде балаларды бірте-бірте оразаға үйреткен абзал. Әйелдер етеккір кезінде және нифастағы босанған әйел осы күндері біткенше ораза ұстамайды, намаз оқымайды. Бұл жағдайлар біткеннен кейін ұстай алмаған оразаның қарызын ұстайды. Яғни, қанша күн ұстамаса, сонша күн қазасын ұстайды. Бірақ намаздардың қазасын оқымайды. Сәресі мен ауызашардың артықшылығы. Сәресіге тұрып тамақ жеу мұстахаб. Пайғамбарымыз сәресінде тамақ жеңдер, өйткені сәресі тамағында береке бар деген. Сәресі ораза ұстауға күш береді. Дұғалар қабыл болатын уақыттардың бірі сәресі уақыты. Сәресіге тұрған адам тілектерін айтып, дұға етіп, Алла тағаладан күнәларының кешірілуін сұрауы керек. Оразасын ұстап, ауызашар уақытына жеткен адам үлкен бақытқа және қуанышқа кенеледі. Қиямет күні ұстаған оразасының сыйын алу үшін Алланың алдына барған кезде одан да үлкен қуанышқа қол жеткізеді. Осыған байланысты пайғамбарымыз ораза ұстаған адам үшін екі қуаныш бар, бірі ауыз ашқан кез, екіншісі Аллаға қауышқан кез дейді. Бұған қоса пайғамбарымыз ауыз ашар уақытындағы дұғалардың кері қайтарылмайтынын, Алла тарапынан қабыл болатынын айтқан. Видео ұнаса арнама тіркеліп, өз пікіріңізді білдіре кетіңіз. Сіздің ойыңыз біз үшін өте маңызды. Рахмет.